Hello, қайырлы күн. How are you? Бүгін біз present simple. Present simple осы шақ өтетін боламыз. Present simple осы шақты өтетін боламыз. Present simple деген жай осы шақ. Яғни күнделікті болып жүрген қайталанатын іс-әрекет. Мысалы, I go, мен барамын, иә? Мен барамын әдетте. Дәл қазір бара жатқан жоқпын, бірақ жалпы барамын болады. I go. Мысалы, I go to school. Мен мектепке барамын. Бұл бізде қандай сөйлем? Болымды сөйлем. Енді болымсыз сөйлем жасап көрейік. Мен бармаймын деп айту үшін present simple'да don't қоямыз. I don't go to school. Бұл бізде қандай сөйлем? Болымсыз сөйлем. Ал егер мен мектепке барамын ба деп сұрағым келсе, бірінші орынға do'ды қоямын. Do I go to school? Міне, осылай сұрақ қойға болады. Бұл present simple'да. Енді жалпы түсінікті болу үшін мен осы сөйлемдерді үш тізбекке бөліп жазғым келіп тұр. Қараңыздар. Бірінші, мен барамын. I go. Мен бармаймын. I don't go. Мен барамын ба? Do I go? Кеттік. Сен барасың. You go. Сен бармайсың. Қалай болады? Дұрыс. You don't go. Сұрақ, сен барасың ба? Do you go? Келесі, біз барамыз. We go. Біз бармаймыз. We don't go. Біз барамыз ба? Do we go? Міне осылай. Келесі, олар, they go. Олар бармайды. They don't go. Олар барама. Do they go? Енді бір нәрсе бар, сәл ерекшелік бар, ол туралы айтқанда he, немесе she, ерлерге he, әйелдерге she, қыздарға, иә, жануар немесе жансызатқа it. Осы кезде біз go-ға S әрпін жалғаймыз. Yes, goes болады. He goes, she goes, it goes. Және болымсыз сөйлемде осы he, she, it болса, don't болмайды, doesn't болады, иә? Осы ерекшелікті ұмытпайық. Және, иә, it doesn't go. Ал сұрақ қойғанда мына жақта бірінші орынға do болса, бұл жақта бірінші орынға does болады. Does. Does, мысалы, does he go? Does she go? Немесе does it go? Иә? Міне, сұрақ қойған кезде. Сонда біз айырмашылықты байқадық, иә? I, you, we, they'да етістіктің өзі болады. He, she, itте go-ға, яғни етістікке S әрпі жалғанады. I, you, we, they'да don't пен болымсыз сөйлем жасалса, he, she, itте doesn't пен жасалады. Сұрақ қойғанда бірінші орынға do қойылып келеді. I, you, we, they'да he, she, itте does болады. Енді go-дің орнына кез келген етістікті қойып, өз сөйлемдеріңізді дәптерлеріңізге жазып, практика жасап көріңіздер. Бұл present simple'дың жасалу жолы. Жай осы шақ. Сұраулы, болымды, болымсыз сөйлемдер. Келесі сабақта мен өткен шақтың жасалу жолын түсіндіретін боламын. Бүгінге осы. See you next lesson. Goodbye, my dears.